Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Наргиза, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай жасалатын шпинатный рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен рулетіміздің бисквитін жасаймыз, яғни арнайы сарысы мен ағын бөлініп алған. Қазір таңда біз белогымызға шым-шым тұзымызды салып, жақсылап миксерлейміз 5-10 минут көлемінде. Одан кейін жұмыртқамыздың сарысына сұйық майымызды қосып, жақсылап блендермен бір келкі масса болғанға дейін араластырып алуымыз керек. Одан кейін таза жуылған кептірілген шпинаттарымызды дәл осы массаға қосып, міндетті түрде блендер болу керек. Жақсылап блендердің көмегімен бір келкі массаға дейін толыққанды езіп алатын боламыз. Мінекей бізде осындай масса шықты. Одан кейін дайындалып алған біздің ағымыз дәл осылайынан өзінің формасын ұстап осылайынан көтерілу керек. Одан кейін дәл осы біздің арнайы массамызға, яғни шпинатты массамызға қантымызды қосып, миксердің көмегімен немесе блендердің көмегімен тағы да бір рет жақсылап араластырып алуымыз керек. Осы кезде алдын ала пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Кемінде дәл осы бисквитіміз қызып тұрған пеште бізде 30 минут көлемінде пісіп шығады. Шпинатный мынау арнайы біздің қоспамызға ұнымызды, разрыхлителімізді саламыз да, жақсылап миксердің көмегімен тағы да бір рет араластырып аламыз, ұзақ миксерлемейміз. Одан кейін белокпен дәл осы арнайы өзіміздің дайындап алған шпинатты массамызды біріктіреміз, толыққанды арнайы лопатаның көмегімен араластырып аламыз. Ұзақ араластырмайсыздар, масса басылып кетеді. Одан кейін осындай әртүрлі форма қолданасыздар. Енді рулет болғаннан кейін міндетті түрде квадратный осындай формаларды қолдансаңыздар болады. Бір тегіс қып жайып аласыздар да, қызып тұрған пеште кемінде айта кеткенде 30-35 минут көлемінде пісіріп алатын боласыздар. Мінекей бисквитіміз біздің дайын болып пісіп шықты. Енді осындай арнайы дайын орамалды дайындап аламыз, немесе майлық деп те айтады, орамал деп те айтады ғой. Дәл осыны дайындап аламыз да. Мынау бізде дәл осы рулет сынбай, жақсы болып шығу үшін ыстық күйінде бірден астына пергаментін алып тастаймыз да, бірден осы майлығымызға, орамалымызға ораймыз. Көбінесе мынау қателесетін, рулетім шықпай қалды, сынып кетті деудің бірден бір себебі, қалдырмайсыздар, ыстық күйінде көріп тұрған шығарсыздар, буы шығып тұр ғой. Дәл сол күйде бірден ыстық күйінде орап, кемінде 2-3 сағатқа осылайынан суға қалдырасыздар. Суып болғанға дейін кремін дайындап қоямыз. Бізге ол үшін 33% сливкімен сахарный пудраны жақсылап бір келкі массаға дейін араластырып дайындап аламыз. Әртүрлі кремдер қолдансаңыздар болады. Бұл жерде тек қана менде сливки мен сахарный пудра ғана. Сіздер әртүрлі қаймақты кремдерді, немесе заварной кремдерді қолдансаңыздар болады. Мінекей креміміз дайын. Бисквитіміз толыққанды 2 сағат көлемінде дәл осы бізде орамалымызда суып дайын тұр. Енді дәл осылай ашамыз, қорықпай аша берсеңіздер болады. Ешқандай бисквиттеріңіз сынбайды. Кремді бір келкі қылып жағып аламыз. Барлығын толыққанды осылай жағып алғаннан кейін әртүрлі өздеріңіз ыдыстарды қолданып салып аласыздар. Мен де осы арнайы рулетке арналған осындай ыдыспен қолданып жатырмын. Енді сәндігіне келетін болсақ, кремдермен әрлесеңіздер болады, немесе толыққанды шоколадтың ганашпен сәндесеңіздер болады. Мен де осындай арнайы дайындалған шоколадты ганаш, арнайы кондитерский мешокқа салып, толыққанды осылайынан сығып шығасыздар. Мінекей біздің рулетіміз дайын. Кемінде жарты сағат немесе 1 сағат көлемінде тоңазытқышқа қойып, кесіп жей берсеңіздер болады. Барлықтарыңызға ас болсын, ішкі дүниесін көрсетеміз қазір сіздерге толыққанды. Енді ешқандай шпинаттың дәмі білінбейді, өте керемет болып шығады. Қонақ күткен кезде бірден жасала салатын шпинатты осындай рулеттермен бөлісіп отырсаңыздар болады, жақыннан қуантып отырсаңыздар болады. Арнайы сіздер үшін жаңа жылдық ерекше осындай рецепті ұсынып отырмын. Егер видеом ұнаса, міндетті түрде соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұйырса келесі видеоларымды күтіңіздер.